Сағаты жоғары жақта жазып отыр міне. 2-3 минут фон тартып тұрмыз. Құрметті өнер сүйер қауым, өнерге сусындап мынау бүкіл әлемдік қазіргі болып жатқан ауқымға байланысты сіздердің алдыларыңызға бара алмасақ та, осындай экран жүзінде өздеріңіздің рухтарыңызды шыңдап, ұлттық рухани құндылықтарымызды дәріптеу үшін осындай бір тікелей эфирде концерт беруге тура келіп отыр. Қазірше мен сол сценарийден тыс көрермендердің алдарты жиналғанша біраз сөзді соза тұруға мәжбүр болып отырмын. Толықтай кішкене жиналып алсын, содан кейін асыға күткен концерттеріңізді еститін боламыз. Шамамның келгенінше осы сіздердің көңілдеріңізден шығарып концертімді өткеруге тырысамын. Алдын ала айтып қояйын, артықшылығы болса асырыңыздар, жетпегені болса жасырыңыздар. Міне жерде мен Рыскүл шәкіртім, Ербол бауырларым, рахмет барлықтарыңызға. Кешеден бері асыға күтіп отырсыздар. Тағы да міне бірнеше адам қазірдің өзінде қосыла үлгеріпті. Бір 5 минут кішкене алдардың толық жиналғанша күте тұрайық. Рахмет, сәттілік, Бағдар дейді. Бағдар досым. Ал ондай болса, бұл кештің жалпы
ұйытқысы болып отырған киелі мекен Түркістан облысындағы жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруыменен менің жеке шығармашылық кешім өтіп жатыр. Қабыл алғайсыздар. Бұл кеште енді қатып қалған сценарий жоқ. Барынша осы посттағы сұраған әндерді де қарастыруға тырысамын. Олай болса, адамзаттың алтын бесігі болған Алтайдан түсіп, аяңдатып айта берейін әнді. Тағы көкейде жүрген әндеріңіз болса, сұрай отырыңыздар. Барынша орындауға тырысамын. Қайсар Қауынбек ағамыз да келіп отырген. Ассалаумағалейкум. Алтынай шәкіртім де келіпті міне. Рахмет барлықтарыңызға. Өнердің жанашыры сіздер ғой. Сіздерсіз осы ұлттың өнері өлмейді. Өнер өлмесе, біздің ұлтымыз да өлмейді деп есептеймін. Шыңында өскен Алтайдан сіз бір шынар оңжасынан өнерген болдың құмар хайдайдай Жорғатай, ақ бикеш мына той қызылдан Борлаттай, айдай құрбым заулатжай Орта бойлы қиғаш қаз асыл құрбым ақ жүзіңді көруге болдың ғой зар хайдайдай жорғатай қызылдан Борлаттай, айдай құрбым заулатжай Айдайдай жорғатай, ақ бикеш мына той қызылдан Борлаттай, айдай құрбым заулатжай Қаратаудың басында темір айдайдай жорғатай ақ бикеш мына той қызылдан Борлаттай айдай құрбым заулатжай Ораныңнан барында ойнада көл қайтайланып келмейді өткен өмір айдайды
жорғатай ақ бикеш мына той қызылдан борлаттай айдай құрбым заулатжай дай жорғатай ақ бикеш мына той қызылдан борлаттай айдай құрбым заулатжай. Рахмет, мына пост жасап отырған кісілер, барлықтарыңызға көп рахмет. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға мың алғыс. Ал енді домбырамның құлағын өзгертпей, жұп қылып тағы да бір ән. Рахмет, міне жұп болсын дейді бек. Тағы да бір әнді жіберейін деп отырмын. Арқаға таман келеміз енді. Басында баянап ойнайдар қар сарқырап, таудың суы төмен тартар гүлдәріғай. Бір көзге кішкентайдан беу қарағым көңілім, саған деген қашан тарқар гүлдәріғай. Гүлдер айым, күнмен айым дәріғай. Арманым көп, не қылайын гүлдәріғай. Тарланшы бар, тақтым тамар гүлдәріғай. Бір көзкен кішкентайдан беу қарағым өзіңді бір көруге болдым ғайзар гүлдәріғай. Гүлдер айым, күнмен айым дәріғай. Арманым көп, не қылайын гүлдәріғай. Арманым көп, не қылайын гүлдәріғай. Көп рахмет құлақ қойып тыңдағандарыңызға. Күйден жіберсек дейді. Я қазір жібереміз. Қазақстанға еңбегі сіңген дәулескер күйші Қаршыға Ахмадировты білесіздер.
Сол кісінің күйі Алтын ұя деген керемет бір күйі бар. Соны тартып етемін, қабыл алдыңыздар. Көп рахмет мынау тыңдап отырған кісілер. Негізі әннен шығып бірден күйдің ішіне бойлап кетуді оңай дүние емес екен. Дәл қазір сезініп отырмын. Және де бір күй тартайын. Тағы әнге секірсем, оның да ішіне кіре алмай қалатын шығармын. Көкейлеріңізде жүрген, естісек екен деп жүрген әндеріңіз болса, жанды дауыста, күйлеріңіз болмаса,
және де айта отырыңыздар, қоржынымда болса шамамның келгенше осы сіздер үшін тартып беремін. Ал қандай күй сұрайсыздар, және де ән сұрайсыздар, осындай бос отырған кезде ағаш аяқ дейді. Ойбой, оны айту үшін қазір ағаш аяқты да ойластырамыз. Тағы кімде қандай барын көріп алайын. Адай дейді. Әдемі. Ербол бауырым жаңағы Қаршыға Ақмадировтың алтын ұя деген күйі. Балбырауын дейді. Түсінікті, балбырауын адай. Бәрін тартуға тырысам қазір. Ондай болса, адай болса, адайды жіберіп берейін. Осы адайды негізі тыңдамайтын қазақ жоқ шығар. Небір күрделі күйлер өтпеген жерінде осы адай өтеді. Мен барған жерімде көбінде осы адайды тартып жүрмін. Бүгінде сол Құрманғазының адайын тартатын сияқтан. Атырау қалай дейді? Алатау, Алатау. Болады Ербол бауырым, оны да. Ал онда қазір адайды тартам деп айтып қойдым, кете берейін. Үзіліс кезінде жақсылап жазып отырсаңыздар, қарап айтуға тартуға тырысамын. Дегенмен әлі қобалжу басылмай тұр ма, сол қол сәл жүріңкіремей тұр. Айып етпеңіздер егер. Азыр жаңылып жатсақ, рахмет ойып бәрекелді Бақытжан ағамызға.
білетіндер жоқ болса, көдектен айтсам ба деп отырмын, қарсы болмасаңыздар. Көдек Маралбайдың, көдек өзі Алатаудың ақиық ақындарының бірі, мына серілердің жалғасы. Кереметтей ән тастап кеткен қысқа ғұмырында көдектің әкесі де мықты айтыскер ақын болған. Әкесі сол кездегі мықты бір әйелменен айтысып, екеуі атын ұмытып отырмын қазір. Бірін-бірі 3 жыл айтысып ала алмаған деседі. Мықтылықтары сонша, сонда екеуі екі рудың, екі әулеттің намысын қорғап шығып айтысып. Енді руластар, мына қазақта руластар бірін-бірімен айтыспайды ешқашанда. Сосын ақындардың арқасындағы жүк әр елдің намысын қорғайды. Кезінде болған ғой, той-томылақта, мәселен, астарда ат шаптыратын болған, балуан салдыратын болған, әр түрлі атысты ойындарын ойнататын болған, күресі болған, аударыспағы болған. Сол кезде әрбір ру өз-өз таңдаулы сайдың тасында іріктелген жігіттерін алып келіп, 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпарменен бақ сынасатын болған. Сондай ортадан шыққан міне 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпардың бірі көдек деп айтсақ та болады. Бұны айтып отырған себебім, көп ел білуде мүмкін, кейіндеп танылып келе жатқан әндер болғандықтан, және өзіме өте жақын ән болғандықтан, жаныма жақын орындағалы отырмын. Көдек Маралбайдың әні «Қыздар-ау иғай», қабыл алыңыздар. Ақылым алдыңда ағай асқар тауы, жақының жаман болсан жауың лилалак лилай, тардай тал бойыңдай болса қайғың, денеңнің біле алмайсың ауру, сауынау лилалак лилай. Тал бойын талай қыздың талдырғалы, қолында көкемнің тұр балдырғаны, 30 күн сұлу қыздың шаршы тобын, қолына көкем отыр алдырғалы. Қыздар-ау иғай, бай бала-ау иғай, баласы жақсы ауылдың үлгі көрген, сыпайы сөзі жылы нұрлы келген лилалак лилай. Сөлкебай шытырамалы беш бет жауды, жиегі кілең түрік күлді келген лилалак лилай. Тал бойын талай қыздың талдырғаны, қолында көкемнің тұр балдырғаны, 30 күн сұлу қыздың шаршы тобын, қолына көкем отыр алдырғаны. Қыздар-ау иғай,
Рахмет. Барлықтарыңызға мың алғыс айналып кетейін осы өнер сүйген ол елден. Баршаларыңыздың отбасыларыңызға амандық тілеймін. Мынау Қазақстан шаңырағын әрбір оғы болып шәншіліп отқан қазақтың жігіттері, қазақтың азаматтары мен азаматшалары әр отанды сүйіп отбасынан басталады дейді. Барлықтарыңызға отбасыларыңыз аман, бас аман, ден сау болсын деген тілек айтқым келіп отыр. Рахмет. Олай болса, сіздердің құрметтеріңізге және де сайра бұлбұлым әні қабыл алыңыздар. Ел ана туған таңның құшағында ұқсадым жас, самғадым жас қыранға, ұқсадым да баулыған аялағаным халқым мені самғаймен арайлы таң құшағында халалаллиллай лилалаллиллай халалалалилалай хаулилило лилалай хаулилилой сен бағашта сайра бұлбұлым сайра Қостаңдай көмейденен дізген бұлбұл сызылтып сыбызғынын ап сүзген бұлбұлай қанатын дірілдетіп ұзақ күнде үйренген әнмен жырды бізден бұлбұлай халалаллиллай лилалаллиллай халалалалилалай хаулилилой лилалай хаулилалой сайра бұлбұлым сайра бұлбұлым сен бағашта сайра бұлбұлым сайра көп рахмет. Бұл әнді айтып отырудағы себебім осы ән жайында бірнеше талқылар өтіп жатыр. Бұрында болған бұның қайырмасында кейбіреулер анау сандуғашша деп жатады, кейбіреулер олай емес сәндағашта деп жатады.
сол таласқа мен бір Таласбектен жауап тапқандаймын. Таласбек шығармаларында, сосын Жанғали Жүзбайдың Толғау деген кітабындағы бір тіркестер бар екен. Сәмбі талдың бұтағындай, сәмбі талдың гүліндей деген сияқты бір тіркестер бар екен. Сәмбі тал деген бір сары гүл ашатын керемет. Интернеттен қарасаңыздар шығады Google'да. Негізі бұлбұл қазақша сөз емес, парсының сөзі бұлбұл. Ал оның қазақшасы сандуғаш. Екеуі бір нәрсе негізі. Екі тілдегі термин. Осыдан кейбіреулер сол сандуғашша сайра бұлбұлым деп, бұл бұлбұл деген енді керемет әнші құс екен бүкіл елге аян. Осы орайда осы әннің енді кейбір жерлерінде сөзден өзім ұзақ уақыт айтпағаннан ұмытып та қалған шығарым қазір. Бірақ осы бір сөзді айтып жүрген әншілер отыр, осы арадағы басқа ізденіп жүрген жастар қараса болады. Болмаса сол сәмбі ағашта деп айтсақ болатын сияқты деп өз ойымды қыстыра кеткенді жөн көрдім. Тағы сұрайтын әндеріңіз болса сұраңыздар. Мынау Түркістанның ыстығын білесіздер. Сол ыстықта алқынып, суық судан тарта беріп, тамағымызда сәл жарқышақталып тұр. Бастысы бізде осы шынайылық қой. Шынайы тірі дауыспен енді бір керемет әнші екенімізді дәлелдемесек те, тірі дауыста ән айта алатынымызды дәлелдеп өткізіліп жатқан кеш. Кәне көңілдеріңізден шығып жатыр ма? Қандай әндер айтсақ болады? Жеңілдеу ән керек па болмаса? Рахмет, Ардақ әпке. Жаяу Муса дейді. Жаяу Мусадан айтсам айтайын, е? Молдабайдың әні дейді. Молдабайдың әнін айтамыз қазір. Айта бергіздер. Адай күйі басында тартылып кетті.
аясын айтып берейін, қабыл алыңыздар. Олап келген базардан құлақ асқан ой, жібек ноқта басында бау басқай кішкентайдан бір көскен ғалия жаным келе екеуміз шығайық тарантасқай үй жан сәулем ғалия қабақта сүйіп бір алсам тамақтан ойда түріп алияй ақбоз үйге сүйенгенде сарлам ішпет киінгенде айналайын қалқамай қолым салым қадамай жыла жазда байқамай аңсап сусап келгенде бір сүйгіш ай қалқатай қолында үйда пышағы ғалияны көрдім деу жайдым құшақ отыр мекен ғалия айдын көлге шомылған аққу құқсап үй жан сәулем ғалия қабақтан сүйіп бір алсам тамақтан ойда түріп алияй ақбоз үйге сүйенгенде сарлам ішпет киінгенде айналайын қалқамай жыла жаздап байқамай қолым салдым қалтаңай аңсап сусап келгенде бір сүйгіш ай қалқатай дейді. Рахмет. Суық судың кесірінен тамақ сәл ұстап жатыр. Уақытымызда дегенмен таяп бара деген осы бұйырса тағда мынау дізімдегі өлеңдердің бәрін айтпасам да жазылғаннан бір-екеуін тағы да қыстыра кетейін, иә? Бір сағаттың ішінде біраз нәрсе болады ғой деп ойлағанбыз, сөйтсек уақыт деген зымырап өтіп барады екен. Қазтуғанның жыры бар, қайран еділ. Оның тарихына да қанықсыздар деп ойлаймын. Соны орындап берейін. Сосын Молдабай менен бұйырса бүгінгі кешімізді қорытындыласақ та болатындай. Үлгіріп бассақ және де көреміз арғардай.
Alаңда алаң жұрт, ағалап ордам қонған жұрт. Атамыз біздің сүйініш күйеуде болып тарған жұрт. Анамыз біздің боз туған келінде болып түскен жұрт. Қайранда менің елім, қайранда менің еділім. Қарға бойлы қаз туған, қарға бойлы қаз туған, батырда болып туған жұрт. Кіндігімдай кескен жұрт, кірғаңымдай жуған жұрт. Қарағай садақ будырып, қылшаным доққай толтырып, жанға да сақтау болған жұрт. Қайранда менің еділім, қайранда менің еділім. Салқын шағыш өзен, салу ал ордам қонған жер. Жатып қалып бір тоқты жайылып мұңғай болған жер. Жабағылы жастайлақ, жардай бір атан болған жер. Жарыменен сайтың, жарлысымен байтың, балығы тайдай тулаған, бақасы қойдай шулаған. Шырмауығы шылаулы, шүкін түйе таптырмас, сулы ойнаған балығай. Көлгеде жылқау жаптырмас. Қайранда менің еділім, мен салмадым, сен салдың. Қайырлы болсын сіздерге. Бізден бір қалған еділ жұрт, қайранда менің еділім. Мен салмадым, сен салдың. Мен салмадым, сен салдың. Қайырлы болсын сіздерге, бізден бір қалған еділ жұрт. Қайранда менің еділім, қайранда менің еділім. Қаз туғанның қайран еділін, осылай шамамыз айттық. Таман барса болады ма? Бір сағат емес пе? Ендігі кезекті айтылатын ән Молдабайдың әні Молдабай. Қабыл алыңыздар. Берген Молдабай, малға жарлы болса да айтар сөзге түзге бай. Сөйлер сөзге келгенде орынбордың алдында тағалаған жорғадай. Сөйлетінім жалықпау, жарқырап жақсы қалыпта. Білгеніңді айтпасаң тыңдар сөзің бар мекен. Тек шиіп қалыққа айтарыңды анықта. Ақ қуыстай қалықта, жақсы менен жаманды қаусырма жақ қызыл тіл топ ішінде анықта. Молдабайдың ән едің, осылай қылып ән салсам домбырамның сән едің.
жезгелдек хандар киген бөзінде кімдер әуес болмаған Молдабайдың сөзіне ақ жебеулі болмаса үйдің сәні келмейді шымыраулы болмаса шидің сәні келмейді еңескен жауым қалт бойырдың сәні келмейді қара жерден қар кетпей көкірай шалғын желдетпей жердің сәні келмейді ақ құм ұшып қазғанбай көлдің сәні келмейді қыз бозбала жиылмай жердің сәні келмейді Молдабайдың ән едің осылай қылып ән салсам домбырамның сәні едің Көп рахмет, құрметті өнерсүйер қауым. Осы менен маған берілген 50 минут уақытта соңына келіп жетті. Келесі кездескенше басаман ден сау болсын. Мынау қазіргі әлемдік ауқымға сәйкесіп үйде болыңыздар. Өте маңызды шаруаларыңыз болмаса, қазір осы менен сіздердің алдыларыңыздан аттанғалы отырмыз. Тағы да естеріңізге сала кетейін, ұйымдастырып отырған Түркістан облысының жастар ресурстық орталығы. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық тілеймін. Бақытты, баянды, қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған дәуірде жасай беріңіздер.